Кореяда жүріп өзіміздің тамақтарды сағынып жегіңіз келіп жүрсе, Кореяның почти барлық қалаларында осындай өзбекский магазиндер бар. 6-7 жыл бұрын біз енді келген кезінде бұндай магазиндер өте аз еді. Ал соңғы жылдары Кореяда қазақ, өзбек, қырғыз, орыс, жалпы СНГ-ның адамдары көбейіп кеткендіктен осындай магазиндер де көбейді. Сондықтан Қазақстандағы жақсы көретін продуктыңызды Кореяда табу проблема емес. Бұндай магазиндерде қалаған выпечкаңыз, торт, пирожный, самса, пирожки, блинчики бәрі бар. Мен өзім 1-2 айда бір қарным ашып Қазақстанның тамағын жегім келген кезінде осындай магазинге барып толтырып алып аламын. Видеодағы бағаларды примерно 3-ке бөлсеңіз, Қазақстандағы теңгенің бағасы басқа елде жүргендіктен өзіміздің тамақтарды аса қатты сағынады екенсің. Бағасы қымбат болса да, любой ақша төлеп алуға дайын тұрасың. Әсіресе құртты айтамын да, Кореяда құрт бағалығы жағынан алтынмен тең. Халал етті де осы магазиннен сатып алсаңыз болады. Әрістердің магазинде көбіне ет өнімдері шошқадан жасалған. Корея раменнің отаны болса да, арасында өзіміздің үйреніп қалған роллтонды сатып алып жейміз. Қазақстанда да өмір ішпеген тархун Кореяда ерекше дәмді болып көрінеді екен. Солай елімізге, үйімізге деген сағынышымызды осындай магазиндерге барып арасында басып алатынымыз бар. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Пікіріңіз болса комментарийге қалдырып кетіңіз.